Ассалаумағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым. Біз сіздермен бірге Шымкентте өтіп жатқан турнирдің екінші күндегі матчтарын тамашалаймыз. Мирас командасы Олимпик ұжымына қарсы ойнайды бүгін. Кеше көрдік, топтық кезеңде Мирас командасы бір ұпай еншісіне жаздырып қойды. Бүгін міне үшінші орынды иеленген командалар турнирде өзара бақ сынайтын болады. Сары жейдеде ол Мирас командасы, олардың қарсыластары Олимпик екенін айтып өтті. Мына қақпашы допты ұстап алды. Қазір Мирас командасының құрамымен таныстыратын боламын. Көрейікші, бұл ойында қандай оқиғалар орын алады екен. Қазір оң қапталдан ұйымдастырып жатыр шабуылды. Енді Олимпик командасының кезегі. Екі ойын тамашалаймыз бүгін сіздермен бірге. Мирас командасының, сонымен бір қатарда профутбол командасына да қарсы ойын өткізеді сары жейдедегі команда. Демек, қазір құраммен сіздерді таныстырып өтетін болам. Соққыны көрдіңіз. Бұрыштама доп. Қауіп жағдай болуы мүмкін. Соққы бағыттайтын ойыншы табылмады. Енді аут. Мирас командасының футболшылары қорғануға мәжбүр болатын сияқты болып тұр. Бірақ топта Бекнұр алып қойды. Оң қапталға жеткізген еді, бірақ бұл жерде жете алмады. Демек, 77-ші нөмірде Нұрислам Әбілдаев, 12-ші Әмір Болат, 4-ші Дамир Болат, 55-ші нөмірде Мәнсүр Бекжігіт, 19-ші нөмірде Мұса Ержанұлы, 20-ші нөмірде Әділхан Жандосұлы, 5-ші Мұхаммеджан Қуатбек, 11-ші Әліхан Мұхтар, Ерсайын Медеу, 9-ші нөмірде. Сол қапталға ауыстырған сәтке куә болуыңыз мүмкін. Мирас ойыншылары аут үлгермеді. Рахымжан Міррахимов 14-ші нөмірде ойнайды. Дархан Төребек 44-ші нөмірде. Шахназар Фархатов 8-ші, 15-ші Яхия Шадықұлов, қақпашы 1-ші нөмірде Самандар Хикметжанов, 7-ші Ернұр Беркінбай және 10-ші нөмірде Бекнұр Беркінбай. Мирас командасының бапкері ол Талғат Жуаншбаев. Міне осы футболшылар қазір гол соғуға әрекет жасайды. Міне Бекнұр Беркінбай допты иеленіп алғанына куә болуыңыз мүмкін. Алыстан соққы, қақпаға дәл барған жоқ. Дәл барды, енді бір жойқын, бір жоғарыдан барған жоқ. Сол үшін де қақпашы допты ұстап алғанына куә болдық. Есепті қай команда ашады екен? Міне Ерасыл қазір әріптестері сол қапталға ауыстырды. Жоқ, бұл жерде ойын тоқтатып қала алмады. Сол үшін де соққы бағыттау мүмкіндігі болмады. 14-ші нөмірде ол Рахымжан, кеше гол соққан футболшы. Оң қапталда міне шабуылға араласады. Қазір бұрыштама доп. Ерсайын Медеу әдеттегідей стандарт жағдайлардан допты ойынға қосады. Қауіп жағдай болама деген сәтте аут болды. Сол үшін де бұрыштама доп қақпашыға тиген еді. Тағы да Ерсайын допты бұрыштан ойынға қосады. Жоғарыдан пас болды, соққы. Қақпаға дәл бармады. Қазір Мирас футболшылары шабуылдар ұйымдастырып жатыр. Енді жалпы айтатын болсақ, осындай турнир әлбетте жас бүлдіршіндердің, осы жас ойыншылардың бір тәжірибе топтауы үшін өтіп жатыр. Жалпы, осындай турнирлердің болғаны өте керемет. Себебі 2015-2016 жыл дүниеге келген ойыншылар
әлі футболдың құпияларын үйренуде. Оларға осындай ойындар, жолдастық матчтар, турнирлер қажет. Сол үшін де өздерінің тәжірибелерін шыңдайды, басқа ойыншыларға қарсы әртүрлі алаңдарда ойнайды. Осыны да сіздерге айта кетейін. Бұлар Қазақстан футболының болашақтары. Міне, бәлкім алдағы жылдар өтіп, Қазақстан құрама командасында осы алаңда ойнап жатқан футболшылардың біреуін көрерміз. Бәлкім. Бұл енді уақыттың еншісінде. Қазір олимпик футболшылары бұрыштама добын орындаған болатын. Есеп 0-0. Бұрыштан доп ойынға қосылады. Соққы бағыттайды ма? Бағыттаған сәтте қорғаушыға тиіп қалды. Ерсайын Медеудің пасы еді. Сол қапталға қаны енді. Құрметті футбол сүйер қауым, мен жидеге қазір қарадық. Бұл жерде біздегі кесте бойынша басында матч сағат 10:30-да Олимпик 15 және Мирас командалары арасындағы ойын өту керек болатын. Бірақ екінші ойын Мирас профутбол командалары кездесетін. Алайда қазір өзгерген. Енді үстіне қосымша жиде келген екен футболшыларды. Біз Олимпик командасының ойыншылары осы жерде жүрген екен, солай ойладық. Кешірім сұраймыз бұл қателік үшін. Алайда ұйымдастырушылардың өздері ойынды өзгерткен. Бірінші матч бұл жерде қазір Олимпик 15 командасымен болу керек еді. Сол қапталда Мирас ойыншылары. Көрейікші, бұл жерден бір жойқын соққы бағыттайтын ойыншы табыла ма екен? Мирас футболшылары ойын тізгін өз қолдарына алып жатқаны көрініп тұр. Міне, ойын ережесі бұзылған жоқ дейді. Қазір енді профутбол ойыншылары қорғанады. Жақсы, міне, осы жерден соққы бағыттайтын ойыншы табылмады. Әлі де Мирас ойыншылары оң қапталдан қаны енді қарсыластарды алдап өтуге әрекет жасап кеткен сәтте міне Нұрислам допты иеленіп алды. Жақсы. Сол қапталға ауыстырды. Гол қажет. Міне алыстан әріптесіне тиіп қалды. Тағы бір соққы. Жоқ. Дәл барған жоқ. Қазір матчта есеп ашылғаны бізге де жақсы. Себебі сол кезде қызықты ойын болады. Бұдан да кеше көрдік сондай сәттерге. Гол соғылған екен, барып ойын қызықты көрініс ала бастаған. Тағы бір соққы, гол, міне айттық. Мұса Ержанұлы есепті ашып кетті. Міне Мұса. Қазір айттық біз, гол қажет осы ойынға деп. Осы сәтте Мұса мүмкіндікті мүлт жібермеді, нәтижесінде гол соғып кетті. 1-0. Мұса Ержанұлы енді өзінің голын тамашалап, көңіл күйін ойыннан кейінде көтеруге болады. Осылайша профутбол командасының өкілдері қақпаларынан допты жіберіп алды. Самандар допты иеленіп алды. Бірінші таймның 10-шы минуты. Мұса Ержанұлы
Оң қапталдан пас болды. Қорғаушылар тағы да Мұсаның аяғына келді. Соққыны қақпаш қайтарды. Есеп қазірше 1-0. Әмірдің әрекеттері өте жақсы болып жатыр. Оң қапталдан 12-ші нөмірдегі футболшы өте керемет ойнауда. Көп шабуылдарға араласуда. Әмір Болат. Әлбетте еңбегін айтуға болады. Осылай тілге тиек етуге. Профутбол командасының ойыншылары гол жіберіп алды. Енді қарымтасын қайтаруға тырысады. Алайда міне Болат Әмірге доп келеді. Болаттың әрекеттері. Әмір ешін шабуылға өтпей арқаға қайтадан тастап жатыр. Нұрислам қайтадан Әмір. Әмір жоғардан көтеру керек. Осылай пас. Дархан. Дархан да кеше гол соққан футболшы. Міне Дархан допты алуға әрекет жасады. Қарсылас одан өтуге әрекет жасады. Ойын ережесі бұзылған жоқ. Профутбол футболшыларында бірге бір шығу мүмкін. Соққы болады. Қақпаға дәл бармады. Қазір мүмкіндікті мүлт жіберіп алды. Самандар Хикметжановтың қақпасына қарап. Нұрдастан. Оңға Нұрислам пас берді. Міне Әмірге керемет. Әмірдің әрекетінен көрейікші. Төменден пас еді. Бұл жерде соққы бағыттайтын футболшы табылмады. Мұса Ержанұлының голы қазірше Мирас командасына жеңіс сыйлауда. Аут, бұрыштама доп емес. Қазір бірінші тайм мәресіне жететін болады. Мирас және профутбол командалары арасындағы ойын 1-0 есебімен жалғасуда. Қазір пенальти ма? Жоқ, төреші ысқырық шалмады. Әмір Болаттан соққы қақпаның оң бұрышына сал қалды. Қазір бұрыштама доп болды. Мүмкіндікті мүлт жіберіп алды Мирас футболшылары. Қазір төрешінің ысқырығы шалынса керек. Өте алмады. Тағы да оңға қапталға. Міне Әмір пас. Мұса. Қаны бір. Жоқ, соққы көңілдегідей шықпады қазір Мирас футболшыларының. Нұрислам допты басымен қайтарып жіберді. Мирас ойыншыларының шабуылдары жақсы. Дамир Болатта осы жерде. Әмір Болатта, Дамир Болатта. 4-ші және 12-ші нөмірдегі Мұсат. Жоқ, бұл жолда ойын ережесі бұзылмады. Дарханға келді. Дарханнан соққы болды. Мұсаның аяғына келе ма? Профутбол қорғанып жатыр. Тағы да Мұса пенальти сұрауы жатыр. Ойын ережесі бұзылмады дейді. Ойнау керек. Нұрисламнан пас. Мұса орнынан тұрды. Профутбол қақпашысы допты иеленіп алды. Қақпашымен ойнай ма? Жоқ, қателік болуы мүмкін. Нұрислам жетіп келді. Самандардан пас. Профутбол ойыншыларында Аббас. Нұрисламнан өте алмады. Аббас. Бірінші таймның соңғы минуттары. Есеп 1-0. Аббас топты ойынға қосты. Нұрислам. Демек төреші Мирас командасының ойыншылары допты ойын қосуын айтты. Мұса қана қарсыластарды алдап өтуге кірісіп кетті. Нұрислам. Әмір. Жоғардан пас беру керек. Баспен соққы бағыттай алатын ойыншыларға қайтадан допты алып қойды.
Осы сәтте төрешінің ысқырығы шалынды. Бірден өлесемен Мирас қазашы жеңіске жетуде.